Ей жетімек, тұр қане, дүкенге жүк келді, түсіріп ал. Айдос осы түрі сұсты әйелінің айқайына әбден тойды. Өзінің тастанды екенін үнемі бетіне басып, жекіріп түртілеп отырады. Өзінің туған анасы болса шіркін, жетімек деп емес, балам деп басынан сипап, бұл әйел көрсеткен қорлықтың бәрін де көрсетпес еді ғой. Айдосты 4 айлығында анасы осы дүкеннің есігінің алдында тастап кеткен. Содан бері байғұс баланы көрмегені жоқ. Өгей шеше оны ешқашан аяған емес. Бірде мындай оқиға болды. Қатты шошынған соншалық Айдос сол сұмдықтан кейін сөйлей алмай тірі мылқауға айналды. Дүкеннің жүгін түсіріп жүрген 9 жасар Айдостың жағынан ащы шапалақ тиді. Артынан жалт бұрылса өгей шешесі екен. Сорлы жетім, сен асыраймыз, киімін тауып береміз, ең болмаса дұрыстап жұмыс істей алмайсың деп бұны бас көздемей төбелей жөнелді. Таяқ сүйегінен өткен кішкентай бала шыдай алмай дүкеннен қашып шықпақ болған еді. Қарсы алдында өгей ағасы ұстап алды. Мама, бұл жетімді маған қалдыр, деді баласы. Сөйтті де дүкеннің жүк қоймасына апарып тепкінің астына алды. Сондағысы өгей шешесін ашуландырған бір ауыр коробканы жұмыртқа салынған қораптың үстіне қойып, бірнеше жұмыртқаны сындырып алыпты. Аға, кешіріңізші, ұрмаңызшы, өтінемін, ұрмаңызшы. Айдос осы сөздерді айтып жатып, есін жоғалтып бара жатты. Сонда ғана не істеп қойған түсінген өгей ағасы қимылсыз жатқан Айдостың тамырын ұстап көрді. Соғып тұр. Дереу көгіне салды да ауруханаға алып кетті. Осыдан оянбай өліп кетсе, басына бұлт үйірілгенін түсінді. Қалайда жаным аман алып қалу керек. Бет-аузы қаннан көрінбейтін Айдосты көрген дәрігерлер жылдам іске кірісті. 2 күн дегенде әрең есін жиды. Бірден айтқысы келеді, тілі келмейді. Дәрігерге суды нұсқап, өзінің су ішкісі келетінін түсіндірді. Қатты қорыққаннан ол тілден қалған еді. Айдос ауруханада 1 ай жатты. Жұлынына күрделі операция жасалды. Ауруханадан шығарып алып кетуге өгей ағасы келді. Оны көргенде Айдос бұрышқа тығыла берді. Екі бүктеп жылай берді. Жетім баланың өгей шеше мен жалғыз ағадан көрген қорлығы тек бұл емес, арада одан бері 15 жыл өтті. Айдоспен ешкімнің жұмысы жоқ. Оның өмірдегі орны да сол. Үйдегі орны да тек сол дүкеннің жүк тасығышы ғана еді.